Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге баклажаннан дайындаған нәзік және дәмді салат рецептісін ұсынамын. Қызыл, сары, қызғылт сары түстер салатқа жарайды. Жасыл түстің қабығы жұқа, бұл аршуды қиындатады. Алдымен пешті қосып 180 градусқа дейін қыздырыңыз. Табанына фольгамен немесе пісіру қағаз төсеп қою қажет. Бұрыштарды жуып құрғату қажет. Содан кейін бұрышты өсімдік майымен майлап табаға салып қоямыз. 180-200 градуста 40 немесе 50 минут пісіреміз. Олардың бетінде осындай күйік пайда болады. Табаны пештен алып, бұрыштың бетін басқа фольгамен жауып, суығанша салқын жерге шығарып қою қажет. Баклажан салатына қосатын басты ингредиент ол баклажан өзі, пияз, қызанақ және тәтті бұрыш. Алдымен ыдысқа сұйық май құйып қыздырып аламыз. Қызған майдың бетіне бірінші пияз салатын боламыз. Пиязды қызарғанша қуырып аламыз. Салатқа алдын ала дайындаған тәтті бұрыш дайын. Суығаннан кейін сабақтарды, тұқымдарды және қабығын алып тастау керек. Пиязды қуырып алдық. Енді келесі ингредиент ол қызанақ. Массамыздың суы тартылғанша қуырып аламыз. Тәтті бұрышты осылайша 4 бұрыштық турап аламыз. Келесі ингредиент ол тәтті бұрыш. Тәтті бұрыштың көп қуыру қажеті жоқ, өйткені ол дайын нәрсе. Шамамен 5 немесе 10 минут қуырып аламыз. Тәтті бұрыштан кейін баклажанды да сала берсе болады. Салатқа алдын ала баклажан, қызанақ және тәтті бұрышты қалай дайындағанымды жазбаша түрде төменде оқысаңыз болады. Баклажанды салып болғаннан кейін осылайша араластырып аламыз. Салатқа керек мөлшерде тұз саламыз. Арасында салатты бірнеше рет араластырып тұру қажет. Баклажанның өзін шамамен 40-60 минуттай дайындау қажет. Салатқа қосқан ингредиенттердің бәрі әбден қуырылып пісу қажет. Дайын болғанға дейін 10 минут бұрын сарымсақ пен ас көк қосса болады.
мінекей салатымыз дайын. Осындай ыстық күйінде банкаға құйып аламыз. Мен банкаларды зарарсыздандырдым және қақпақтарды ыстық сумен шайып алдым. Осы дайын массадан шамамен 2,5 литрдай салат шықты. Сіздерге тағы да айта кетейін, салатқа қосқан барлық ингредиенттер әбден қуырылып және де пісу қажет. Салат өте дәмді және нәзік болып шықты. Отбасыңызға дайындап ұсынып көріңіз. Сіздерге дайындаған видео және рецепт ұнаса, комментарий жазып, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.